эпидемиологиялық талаптар туралы тақырыбында баспасөз конференциясы өтуде. Спикер Айғанова Индира Альмағамбетқызы Ақтөбе облысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Регламентке сәйкес спикердің баяндамасына 15 минут беріледі. Баяндама аяқталғаннан кейін сұрақтарға көшеміз. Согласно регламенту, на доклад спикера отводится 15 минут. После завершения доклада перейдем к вопросам журналистов. Просим участников пресс-конференции соблюдать регламент, не прерывать спикера. Индира Альмағамбетқызы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Ақтөбе облысының тұрғындары және қала қонақтары. Бүгінгі баспасөз конференциямыздың тақырыбы жағажайларға қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар. Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар, санитарлық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі 67-ші бұйрығына сәйкес көпшілік демалатын орындарда мынадай санитариялық эпидемиологиялық талаптар сақтауды қажет етеді. Демалуға және шомылуға арналған аумақ қоқыстан тазаланады. Көпшілік демалатын орындарды орналастыру порттардан, шлюздерден, су электр станцияларынан, сарқылды суларды ағызатын жерлерден, мал қоралары мен суаратын жерлерден және басқа да ластану көздерінен алшақтауды ескере отырып жүргізіледі. Немесе көрсетілген ластану көздерінен кемінде 500 метр қашықтықта, сондай-ақ өнеркәсіптік кәсіпорындардың санитарлық қорғаныш аймақтарынан тыс жерде және қоршаған ортаны ластау көздері мен шу көздеріне қатысты жер жағынан орналастырылады. Жағажай аумағында күн сәулесі түсетін бастырмалар немесе шатырлар, жатақтар мен орындықтар жабдықталады. Киініп шешіну үшін 50 адамға арналған бір кабина есебінен жалпы немесе жеке кабиналар орнатылады. Күнделікті жағажай жабылғаннан кейін жағалауды тазалау, киініп шешінетін орындарды, жасыл аймақтарды және дәретханаларды тазалау, дезинфекциялау шаралары жүргізіледі. Күні бойы ағымдық тазалау жүргізіледі. Жиналған қалдықтар дер кезінде шығарылуы қажет. Құмды жағажайларда аптасына бір рет жиналған қалдықтарды жойып және құмның беткі қабатына механикалық қопсыту жүргізіледі. Қопсытқаннан кейін құм тегістеледі. Құм немесе қиыршық тас сеуі жыл сайын өткізіледі. Жағажайларда кір жуу менен жануарларды шомылдыруға тыйым салынады. Қатты тұрмыстық қалдықтар жинау үшін қойылған контейнерлер жағажайларда және демалушылардың көп жиналатын орындардан, мысалы белеу алаңдары, эстрад алаңдары, субұрқақтар, баста аллеялар, ойын-сауық павильондарынан 50 метр қашықтықта орналастырылуы тиіс. Шаруашылық жүргізу субъектілері өндірістік бақылау ұйымдастыруы қажет. Шомылу маусымы басталар алдында объектілердің иелері, сондай-ақ мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қадағалау жүзеге асыру барысында, оның ішінде санитариялық эпидемиологиялық мониторинг шеңберінде жағажайлар орналасқан ашық су айдындарының суына және жағажайлардың құмына нормалау құжаттарының талаптарының сәйкестігіне зертханалық зерттеулер жүргізіледі. 2025 жылдың осы кезеңіне дейін санитариялық эпидемиологиялық мониторинг жүргізу барысында жаппай демалу, туризм және спорт орындары жағажайлар ретінде пайдаланылатын екінші санатты су айдындарынан санитариялық, микробиологиялық және паразитологиялық зерттеулерге 44, санитарлық-химиялық зерттеулерге 52 су сынамалары алынып зерттелді. Оның ішінде гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келмеушіліктер анықталған жоқ. Сонымен қатар санитариялық микробиологиялық зерттеулерге, паразитологиялық және санитариялық химиялық зерттеулерге 44 топырақ сынамалары алынып зерттелді. Оның ішінде гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келмеушілік анықталған жоқ. Бүгінгі таңда облыс бойынша 15 жағажайда санитариялық эпидемиологиялық қорытындысы бар. Мысалға айтып кететін болсақ, Ақтөбе қаласында 11 жағажайдың құжаттары бар. Олар Ақтөбе қаласы кирпичный тұрғын үй алабында орналасқан Гринлен жағажайы, Ақтөбе қаласы Сазды су қоймасында орналасқан Сазды жағажайы, Ақтөбе қаласы Ақтөбе су қоймасы мекенжайында орналасқан Саяхат жағажайы, Ақтөбе қаласы кирпичный тұрғын үй алабында орналасқан Подмостом және Семейный жағажайлары, Ақтөбе қаласы Алматы ауданы Ясный тұрғын үй алабында орналасқан Алау демалыс аймағы, Ақтөбе қаласы Кеңес Нокин даңғылы Тропикана демалыс базасы, Ақтөбе қаласы Алматы ауданы Ясный тұрғын үй алабында орналасқан Барбекю жағажайы, Ақтөбе қаласы Алматы ауданы 41-ші разъезд
Ясный елді мекенінде Ақтөбе су қоймасының маңайында орналасқан Мияның жағажайы. Ақтөбе қаласы Алматы ауданы Кеңес Нокин көшесі Елек өзенінің жағалауында орналасқан пикник және Мия жағажайлары болып есептеледі. Сонымен қатар аудандарда Мұғалжар ауданында біреу, Ақкемер ауылдық округі Бексұлтан жағажайы, Байғанин ауданында екеуі, Сарытоғай ауылдық округінде Сағыз өзенінің жағажайы, Миял ауылдық округінде Жем өзенінің жағажайы. Шалқар ауданында бір Шалқар көлі жағажайы санитарлық эпидемиологиялық құжаттарын алған. Рахмет, баяндама аяқталды. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса.